Үлкен жеңгем Батиманың адуынды мінезінен бәріміз шаршағанбыз. Анамды ене, әкемді ата деп қаймықпайды. Ұнамады ма тап сол жерде есеп айырысып, жүрекке қанжар соққандай тілін безеп отыратын. Ата-анам байғұстар қарсы сөз айтпай, көзін жерге салып, үнсіз отырып қалғанда, жаным шырқырап, өксіп жылағым келеді. Қатынының бетін қайтарып, әке-шешесін ақтап алатын ұл қайда? Аузынан бөзі түскен болбыр мінезді жуас еді көкем. Сенікі дұрыс деп құтылмасаң, басың бәлеге қалады. Ауылдың менмін деген қатындарының бәрімен шайқасып шыққан. Шамына тигенді жек көріп, қасарысып алады. Сондай сүйкімсіз, әлгі сенікі дұрысқа жығылғандарға ақтарылып түсіп, әмпей-жәмпей болып, ырсыңдап жүретінінен жиркенетінмін. Тек іштей. Сезіп қойса оң басым анық. Аста төк дастырхан жайып жіберіп, ығындағыларды жинап, ішкізіп жегізеді де жатады. Көкем мен жеңгем енші алып, бөлініп шыққанда қуанғаным-ай, тілімді тістеп жүріп, айғайымды ішіме тығып, үйін жуып шайып, қонағын күтіп, құтылдым. Шырақ жеңгем түскенде үйге тыныштық орнады. Жеңгенің мінезінен сабақ алды ма, жүрегінің қалауымен сүйді ме, кім білсін. Ағам жұмған аузын ашпайтын келін әкелді, шыны керек, әбден қуандық. Жарықтық жеңешем үнсіз жымиып қойғаны болмаса, сен тимесең мен тимеймін, бадыран көз дейтіндей. Жеңгесініп қалжыңдасам күле салады. Жеңге қылып сырласайын десем, тілін жұтып қойғандай мелшиеді де отырады. Бір сөз алмайды, бір сөз қоспайды. Қайтесің, сыпсыңдағанша осы мінезі жақсы деп, анамдан риза әйтеуір. Үйренсер, уақыты келгенде ашылар дейтін әкем. О, шебер Алла деймін мен. Жуас ағама орғыған асау қатын бұйырып, ашуланса қиратып тастайтын дөт мінезді ағама үндеместі тең қылыпты. Неткен парадокс өмір. Бірде құрбым гүлім келіпті алқынып. Өрт сөндіргендей екі иығын жұлып жеп, аузынан жалын үрлеп тұр. Не көрінді, ей деймін дым ұқпай. Ей сен, қылымсыған неме, жылмайып алып, нағыз өсекші сойқан екенсің ғой деп тап-тап береді. Құдай-ау, туғаннан бірге өсіп, бірге бой жетіп келе жатқан құрбымды өсектегенше өлмеймін бе? Ұқпаймын, айт десем, түтігіп айта алар емес. Сырымды сеніп, саған ғана айттым ғой, өксіп жіберді. Нені? Әскербекті. Мен оны ешкімге айтқан жоқпын. Ал ақтал, ант су ішіп жатырмын. Гүлім өксігін баса алмай, сатқын, өтірікші деп шұбырта даттап болмайды. Ұшып тұрып бетіме шүйіліге ызақорлана қарап тұрды да, енді менен аулақ жүр деп, оқтай зулап шығып кетті. Есіме түссеші, кімге айттым, не айттым, ұйқым қашты. Құрбымнан айрылғаным өз алдына, жалған жалаға жанып барамын. Гүлім екеуміздің арамыз қайта жалғанбады. Ұшып тұрдым, есіме түсті, жеңгем. Шырақпен сырласқым келіп, құрбым сүйісіп көрді, мен әлі, ой Құдай-ау, сырласып нем бар еді. Өзге қыздарға жеңгелері көп құпия айтып, ашық сырласатын болған соң, мен де дәл солай сырласқым келіп, қысқасы менің үндемес аталып кеткен жеңгем Гүлімнің жеңгесіне айтқан. Ол қайынсіңлісіне, қайынсіңлісінің арандап қалмасын деп ескерткенмін. Сендер әлі кішкентайсыңдар, көп нәрсені білмейсіңдер, сол Гүлімге жоламай-ақ қойшы. Әзірден жігітпен сүйісіп жүрсе деп үндемейтін жеңгем сыбырлай сызылып отырып, бетімнен сүйгенде әзер басылдым. Біздің үйден шықпай, шай ішіп жүретін көрші апам ат ізін салмайтын болды. Шырақ көрінген келіншекпен араласа бермейді. Анау директордың келіні, ананың дүкені бар, анаусы ауылдағы жалғыз сұлулық салонының иесі. Осы үшеуінен басқасына жақ ашпай сілесін қатырады. Аз уақытта ауылдың қатындары қос жарылып, екіге бөлініп алды. Ауылдың қатындарын қойшы, тәйір. Үш әпкемді де бірдей көрмейді. Ішкіш күйеуі берекесін қашырып, мазасын алғанда, қу жаны шырқырап, жан сауғалап келетін әпкемді көрсе, кірпідей жиырылып қалады.
Байғұс әпкем азапты өмірінен қашып келіп, осы үйдің қым-қуыт тіршілігіне тұмсығымен шаншылып қалады. Байы келіп, «Оллахи биллахи, енді аузыма алсам ит болайына» басып алып кеткенде төркінінің шаруасынан шаршап, діңкелеп, еріп бара жатады әпкем. Қызығы сол әпкем Бәтимаш деп құйын перін мінезді жеңгемді өлердей жақсы көреді. Қарызға азық түлік алады. Жеңгемнің шашы жиі қырқылып, боялып, жалтырап тұрады. Мектепте істеген соң дұрыста шығар. Директор да жеңешеме оң келді. Сағатты көп дегенімен ақылы бар, деп ойлаймын кейде. Оның үстіне келер жылы мектеп бітірсем, ана 1-2-3-тігімнің көзін құрту керек. Түк емес дейді жеңгем, қысқа ғана қайырып сыбырлай. Бірде қуырдақтың көкесі болды үйде. Мектептен қайтқанмын. Айғай-шу көшенің басына жетіп жатыр. Жақындаған сайын зорайған дауыс біздің үйден шығып жатқанын ұқтым. Бәтиманың диапазоны. Сен қатын нағыз сайқалсың. Соғымның жартысын алып кетті деп неге жайып жүрсің? Әкеңнен алып келген мал ма? Біле білсең сенен бұрын сол малды байым екеуміз бітіргенбіз. Көбейттік, өсірдік, дайын асқа тік қасық қатын деп ішқына бұрқыратты. Дауысы сұмдық ащы. Бір шетінен сөзінің де жаны бар. Көкем екеуі барда қаймақ қатып, шай ішіп отыратынбыз. Дастарханнан құртмай үзілмейтін, дүкеннің жасанды сүтін қатқан шайды сүйсініп іше алмай жүр ғой, әкем мен анам. Жанжал жарты сағатқа созылды. Бәтиманың өңеші жыртылып, тамағы кеуіп, тілі салақтап қалды. Шырағым тіл қатқан да жоқ, жауап та бермеді, ақталмады да. Қыз, жүр үйге, мына өсекші сайқалға жем болмай деді кенет. Жеңіл іске ұшыраған жеңгем Бәтима. Төбе шашым тік тұрды. Бар деп айтама деп жан ұшыра апама қарадым. Бәтима тулағанда жерден көзін алмайтын сорлы шешем сол әдетімен бетіме де қарамады. Шырақ шекесі торсықтай ұлтапты. Таңды таңға ұрып жылайды, шырылдауық неме. Бала қараймын деп менің де жүйкем тозып барады. Бесікке жатпай, қолда аяқта тұрмай, шыңғырады да жатады. 3 айдың әр секундын ұмытпаспын. Әлгі заржақтың 3 ай дегенде жағы семді. Қарны тоймайды екен. Бұл жаңалықты ашқан Бәтима жеңгем. Апам босағамызды аттамай, есігімізді ашпай кеткен жеңгеме жұмсағанда, бұрын қашқақтайтын мен шауып кетіппін. Жас босанып отырған Бәтима жеңгем сәбиді құшағына басқанда қоя қойып, сүтті омырауының ұрпысын аузына тосқанда, ашырқана сорған нәресте шаршағанша емді де ұйықтап қалды. Апа, ана шибұттыңнан сүт шығады дейсің бе? Тырбиған неме, оқығанын қайтейін, бала табуды біліп, бағуды білмесе. Ешкінің сүтін бермесе өліп қалады сорлы бала, деп шығып кетті де, бір сауым уақытта ешкі сүтін тауып келді. Күнде барып алып тұруымды қатты тапсырды. Алды бар, арты жоқ жарығым, деп апам үлкен келіннің соңынан үңіліп ұзақ қарап отырды. Мен мектеп бітірейін деп отырғанда директорымыздың қызметі ауысып көшіп кетті. Жаңа директор басқа ғаламшардан түскендей мұғалімді де, оқушыны да бір шыбықпен айдап зар қақтырды. Байға тимеген қатын қумазар үйіне барғысы келмей ме? Мектепті жауып бірақ кетеді. Бұрынғы дәурені көзден бұлбұл ұшып, жеңгем де қас қарая сүйретіліп келе жатады. Еңбектеп жүрген баласын мойныма бір жола артып қойды. Сабақты оқи алмаймын, ел қатарлы кештерге де бара алмаймын. Баланы тапқан ол емес, мен сияқтымын. Күн тимеген омырауымды тырнап, көкірегімді жұлып, мазасыз баласы итімді шығарғанда лақтырып жібергім келіп, талай жыладым. Әкем күткендей мылқау жеңгемнің үйреніскен соңда тілі шыққан жоқ. Балық сияқты, үндемейді. Ренжігенін де, қуанғанын да айтпайды. Өз дегенін істеп, міз бақпай жүре береді.
саңырау ма деп жынданамын кейде. Баласының ішегі түйіліп, кіндігі сөгіліп кетсе де былқ етпейді ғой. Бала қарап жатырсың-ау деп көңілімді аулау қайда, жымиып та қоймайды. Илеуде бір тынышталып қалатынымыз бар. Бала ұйықтап жатқанда ары-бері шай қойып жіберіп, отыра қалып, терлеп тепшіп шай ішеміз-ау. Осындай бір сәтте шайнегіміз қайнап, дастарханға жайғаса бере, қақпа ашылып, сәтте гүрс етіп қайта жабылды. Шошып кеттік. Мойнымызды созып терезеге қарадық. Мәссаған, Бәтима келе жатыр. Екі жеңін тұрып алған, 2-3 аттап кіріп келді де, анама алқын-жұлқын сәлем салып, ана қатын қайда деді зілденіп. Үйде балам, үйде деп анам кекештеніп төргі бөлмені меңзеді. Бәтима, әй қатын, шық бері деп айғай салғанда шатыр көтеріліп барып қайта қонды. Сасып тұрған шырақ жоқ, ілмейіп, салбырай басып, сыздана қарап шығып келе жатқан. Бәтима батыр есіктің аузынан шап беріп, жұлқып, суырып алды. Екеуінің дене бітімі екі түрлі. Бәтима сүйекті, бойлы, білекті, шырақ шырпыдай жеңіл, шырпыдай жұқа, шырпыдай әлсіз. Үлкен жеңгем кіші жеңгемді жұлқылап лақтырып жібергенде есікке барып сылқ етті. Қой қарағым, мұның не деп, шешем қалбалақтап араша болмаққа ортасына түсті. Тыңдап ал, апа, мына келініңнің не бықсытып жүргенін білмейсің. Бізді жармаған, жалшымаған бейшара депті. Сізді сүмірейген сорлы депті. Қайнымды қойнын қыздырмайтын бос белбеу депті. Дептілер таусылар емес. Бізде үн жоқ. Орнынан сылбырай көтерілген шырақты бүре тіктеп алды да, ей салдақы, түфу деп бетіне былш еткізіп түкіріп жіберді. Салдақысы несі деп апам шыр-пыр болды. Иә, өткен жолы жасырып қалдым. Мектебіне барып өзіне де ескерттім. Қой дедім, оңдырмаймын дедім бе? Дедім. Шырақ тағы доптай ұшты. Бір жері қатты тиді ме, ыза буды ма түсініксіз. Шыңғырып жіберді. Айғай шудан бала оянып, үйдің іші азан-қазан болды да кетті. Ашуым келіп, жанып барам. Намыстан өлер деймін. Ағамның көзіне шөп салып, масайрап жүргенінде баласын бағып, қамалып отырғанмын ба? Ақыры айтқан соң несін жасырсын? Бәтима жеңгем абысынының бар құпиясын ақтара салды. Келін болып түскенде ақ бұзық екенін естігенмін. Жөнделер, қояр дедім. Мектепте желдей өскен өсекті құлағым шалғанда күйіп кеттім. Завхоздың кабинетіне кіріп алып, онысы мен қоя салмай, әкіммен де әуейім болып жүр екен. Ауданға жиналысқа кеттім деп, ұзынды кеш сауық құрып, сайран салып келеді екеуі. Шайтан деп Бәтима шырақты итеріп жіберді. Мең-зеңбіз. Жыладық, сықтадық, шырақ өмірінде алғаш рет тіл қатып, апамнан кешірім сұрап, тізерлей жалынды. Қайталамауға серт берді. Жерден көзін алмаған күйі түнерген апам ләммім деп жауап қатпады. Шешімді Бәтима жеңгем шығарды. Бұл әңгіме үшеуміздің арамызда қалсын. Кімнің аузынан шықса, соны оңдырмаймын деп, жұдырығын түйіп алып, жуан білегімен бір салғанда дастархандағылар секіріп түсті. Бәтимадан қорқамыз. Қалай кешіруге болады деп көрші, оттама деп, иттеріңді басыңа қаптар. Шарылдаған баланы құшақтап отырып, жұбатып алған Бәтимамызбен жаңағы суып қалған шайнекті қайта қайнатып, шай іштік. Апамның жаздым, жаңылдым деген келінін кешкеніне де, кешпегеніне де білмейміз. Белгісіз. Бәтимасына баяғыдай емірене қарап, жымия тыңдап, шайын сораптай сіміреді. Сол екі жеңгем де есіктен кеткен жоқ, сіңді. Бәтима 7 бала тауып өсіріп оқытты. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, құда жегжатты болды. Немерелер сүйді. Көкем екеуі шайт деспей жарты ғасыр тату тәтті ғұмыр кешті.
Көкешім 3 жыл бұрын дүниеден өтті. Апам айтқандай, Батима жеңгемнің алды бар, арты жоқ. Өткінші жауындай құйып жіберіп, күн күлімдетіп жадырай салады. Тек қана сенікі дұрыс десең болды. Өйтпесең біттім дей бер. Шырақ бір ол 2 қыз тапты. Ұлының шекесі қызбады. Мен көтеріп баққан бала ғой, әттең. Қатын тоқтамады. Берекесі кірмеді. 2 қыздың да маңдайы жарқырамады. Тегендері тоқым қылып, бірі қорлығына көніп жүр. Бірі 2 баламен ажырасып тынды. Ағамның құлағына сыбыс бара ма, әлде қатынының тұңғиық мінезінен жалыға ма, тағы білмейміз. Ішіп алып тулақтай илеп, жүндей сабап тастайды. Әлі сол. Баланың бағы ананың ниетіне ораулы деуші еді. Қайран апам.